Әдебиет теориясы. Снехдоха меңзеу. Снехдоха аз бен көпті, үлкен мен кішіні ауыстырып, немесе бүтіннің орнына бөлшекті айту, жекеше ұғымның орнына көпше ұғымды алу, алмастыру тәсіліне жатады. Сондай-ақ Абай өлеңдеріндегі ақылды қарақылды қырыққа бөлмек, немесе толғауы 90 қызыл тіл дегендегі көп деген ұғымды 40-90 деген нақтылы санмен көрсету снехдоха жатады. Тағы бір мысалдарға кезек беретін болсақ, ана ауылға Омар, Оспан, Асан, Өсен келді деудің орнына ана ауылға Омарлар келді деуіміз снехдоха болады. Меңзеудің тағы бір көркем мысалы, үй кімдікі екенін ұмытпа, үйге қара деудің орнына біз шаңыраққа қара дейміз. Шаңырақ снехдоха болады. Снехдоханың тағы бір жарқын мысалы. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады дейміз. 30 тістен шыққан сөз 30 емес, 40 рулы, яки 20 рулы елге жайылатын шығар, білмейміз. 30 деп кесе айтуымыз меңзеу болады. Меңзеумен айтылған сөз жай айтылған сөзден жайнақы ширақ келеді. Сондықтан меңзеу ақындар сөзінде көп кездеседі.